Дала махаббаты. Бірінші бөлім. Астананың жұлдызы мен құмы. Түн ортасы. Астананың жұлдызды аспаны қара барқытқа шашылған гаухар тастардай жарқырап, заманауи қаланың сәнін арттырып тұр. Қаланың шетіндегі көне кілем дүкенінде айна, солғын шамның жарығымен түрлі түсті жіптерді саусақтармен сабырлы түрде тоқып отыр. Оның кілем дүкені халық арасында қазақтың дәстүрлі ою өрнектерімен танымал. Айна әрбір тоқылған жіптің бабалар даналығымен дала рухын бойына сіңіргеніне сенеді. Сол сәтте қаланың басқа жағында, зәулім ғимаратта маңызды іскерлік кеш өтіп жатыр. Қара костюм киген, келісті де сымбатты Ербол есімді жас жігіт беделді адамдармен еркін сөйлесіп жүр. Ол шетелде білім алып келген, іскерлік саладағы нағыз шебер. Қысқа уақыт ішінде өзінің батыл шешімдері мен тапқырлығы арқылы осы салада танымал болды. Оның компаниясы шығыс пен батыс мәдениетін байланыстыратын жаңа жібек жолы деп аталатын ірі қала құрылысын бастауға дайындалып жатыр. Алайда, осы кештегі көңілді сәттердің арасында Ерболдың көзінде шаршау мен алаңдаушылықтың ізі байқалады. Ол жарқыраған қапаста тұрғандай. Ертесіне Ерболдың көмекшісі оған жобаның көрме залының дизайнын көрсетті. Бірақ Ербол оған көңілі толмады. Оған заманауи өнер емес, қазақтың терең мәдениетін көрсететін бұйымдар қажет болды. Көмекші көп ізденіп, танымал қолдан тоқылған кілем дүкенін тапты. Сол түстен кейін Ербол өз көлігімен дүкенге келді. Ол айнаның кілем дүкеніне кіргенде өзін темір орманнан тыныш далаға тапқандай сезінді. Дүкеннің ішінен жүн мен ағаштың иісі аңқып тұр. Ал қабырғада түрлі түсті, әдемі ою өрнекті кілемдер ілулі тұр. Ол айнаның тоқыма станогының алдында отырғанын көрді. Оның күн сәулесіне шағылысқан беті өте нәзік болып көрінді. Ол қарапайым ұзын көйлек киген, ал қара бұрымы иығына төгіліп, ол сабырлы түрде жұмысына кіріскен. Басын көтеріп, есіктің алдында тұрған Ерболды көргенде, оның мөлдір көзінде бір қызығушылық оты жарқ етті. «Сәлеметсіз бе, мырза? Сізге қалай көмектесе аламын?» Айнаның дауысы дала желіндей жұмсақ та таза естілді. Ерболдың жүрегі дір ете қалды. Ол жақындап, далада шауып бара жатқан жылқылар бейнеленген үлкен кілемді көрсетіп, былай деді. «Бұл кілем қазақтың рухын көрсете ала ма?» Айна күлімсіреп жауап берді. Ол дала халқының еркіндікке және күшке деген құштарлығын білдіреді. Осы сәттен бастап екі бөлек әлемде өмір сүрген екі адамның тағдыры бір кілемнің арқасында тоғысты. Олардың кездесуі өте жақсы жоспарланған фильмге ұқсады. Тәтті увертюра ойнап тұрғанымен, бұл әдемі әуеннің артында қандай жасырын ағыстар жатқанын ешкім білмеді.